Сыбайлас жемқорлық қазіргі заманға қоғамның аса бір көкейкесті мәселелерінің бірі. Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік негіздерді іштей күйретіп, экономикаға нұқсан келтіреді. Әлемдік қоғамдастық көзімен мемлекеттің имиджіне кері әсер етеді. Ең қиыны, сыбайлас жемқорлық халықтың билікке деген сенімін жояды. Ерікті, демократиялық қоғам құру жолындағы оның күллі шешімдерін жоққа шығарады. Бұл кеселмен күресу үшін Қазақстандағы барша халықтың ерік-жігері, сондай-ақ еліміздегі әрбір азаматтың түбегейлі ой ұстанымы қажет.